Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Міне бізде бүгін Құдай қаласа Құдайдың нұрлы күндерін пайдаланып, өкіметтің берген демалысын пайдаланып, Мойнақ Кеген ауданына саумал қымыз ішуге шығайық деп тұрмыз. Кішкене денсаулығымызды түзелеп, иммунитетімізді көтеріп, сіздерге де осы жерден біраз информация жіберетін боламыз. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, демалатын жерлер көп. Соның бірін сіздермен таныстыруға тырысамын. Құрметті көрермен, біз Талғар қаласынан шығайық деп отырмыз. Сол себептен тұрған жерімнен маршрут салам. Бакат жолымен Шелек, Байсейіт, Көкпек жазығымен Ұзынбұлақ ауылының жанынан өтіп Жылсайға кіріп, ары қарай 10-15 минут жол жүреді екенбіз. Жалпы саяхат 3 сағат 18 минут болса, 216 шақырым жүріп өтеді екенбіз. Міне 3 сағат жол жүргеннен кейін өзімнің демалатын жеріме келдім. Бұл жерге мен 3 күн саумал ішуге келдім. Осы жердегі жігіттермен осы жұмысты жүргізіп атқан, осы саумалменен жаңа жерде демалыс орнымен айналысатын жігіттердің қарамағына келдім. Енді мына жерде мен естуім бойынша, ассалаумағалейкум, қалайсың? Ерсін, қалайсың? Ерсін. Так, Азамат. Так, енді мына мен естуім бойынша Ерсін, сен жаңа неге саумалға жауап бересің ана жақта, иә? Саумал ішуге жауап бересің. Ал енді Азамат, сен осы жерде администратор. Қонақтар келіп жатқан күтіп, наластырып, оларға қарап, көңіл күйін қарап, солармен ақылдасып отырып қабылдайтын мен осы жерде администратор боламын. Енді құрметті көрушілер, бізді қарап отырған, мен айтып кетейін деген, бүгін уже енді кішкене кеш болып кетті. Бұл кісілер де өздерінің шаруаларынан кішкене шаршап, және мен де менің өзімнің жолда ертіп келген кісілерім де шаршап. Сонымен енді бұл кісілердің жұмыстарымен толығырақ ертең таныстырсам. Ертесі күні біз Ерсінді жұмыс орнынан кездестіріп, біраз сұрақтарға жауап алып үлгердік. Міне Ерсін бауырымыз сауын кезінде. Ереке, қанша рет сауасыздар күніне? 5 уақыт сауасыздар ма? Қанша сүт шығады примерно 5 уақыт? 5 уақытта 10-ден 9-10 литр. 9-10 литр шығады ма? А негізі сауымда қанша бие? Негізі сауымда 10 бие әдір. 10 бие. Сұранысқа байланысты байды. Қымыз жасайсыздар? Сұраныс көп болса, онда көп ете болады. Сұранысқа байланысты азайды. Қолдан істеп, сынып істетін аппарат. Жақсы, качествосы жақсарады, пісіруі жақсы, қымыздан болады. Неден жасадыңыздар? Темір, анаяғы машинамен дворник. Күш қуатын қай жерден алады? Күш қуатын 12 вольттан алады аккумулятордан. Сол жақсы. Ал енді тау бөгінде орналасқан қазақ үйлер кімнің болса да ойыннан шығып, қандай дәрежеде қонақ болса да керемет демалыс уәделейтін секілді. Жан-жағынан табиғат құшағындағы шаңырақтар өздерін көпке де болмаса иелерін күтуде. Енді сол туралы жігіттер не дер екенін тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына жерде өздеріңіз көріп отырсыздар, мына жерде жігіттер осы Мойнақтың төрінде, осы қазақтың кең даласында осындай қазақ үй тігіп, кафе салып, кішігірім қонақ күту сәтінде. Енді осы жігіттер, менің бір сауалым бар еді сіздерге. Мына осы идея кімнің ойына келді, қандай болып бастамасы, жұмысты неден бастадыңыздар, сол туралы кішкене айтып жіберсеңіздер. Мына басында таныстырып кетуім керек. Мына жерде бізде Азамат деген батыр, мына жерде Ерсін деген батыр. Екеуісі осындай тіршілік істеу сәтінде. Ал жігіттер қалай болып еді? Таныстыра кетейік, Азамат тағды айтып қойын. Осы жердің жері ағамыздың
Алғат ағамыздың жері, ұлы Есін екеуміз бірігіп осындай бір шара бастап жатырмыз. Оны үшеуміздің идеямыз, ойдан келген нәрсе. Осы жерге жиналып, бір әңгімелесіп, құрып, не жасаса болады деген ой келді. Сол кезде осы Кегеннің ауданында бізде не жақсы, қымыз жақсы жүреді, таумал жақсы жүреді. Өйткені жылқыларды тауда жайлы табиғатты көргендей өте әдемі. Бұның әрбір шөбінің өзі ем. Сол себепті елге де кішкене сауатты іс жасайық деп, бір жағынан өзімізге де бұл бизнес қой айтқанда, дұрыс па? Сол себепті осындай бір ойға келдік та бастадық. Енді бұл біз қыста бастаған тірлік. Мынау көріп тұрғандай осы кафе, асхана деп қоямыз, тапшан деп қоямыз. Біз бұны жазға дайындау үстінде болғанбыз. Содан кейін мына қыста осы 1,5 айдың ішінде біттік мына жақта. Бос тұрмасын деп, мынау көріп тұрғандай тауда сырғанақ тепкен өте қолайлы, әлі жақсы екен. Өзіміз бастап осы жерден 1-2 рет жүргеннен кейін өте жақсы бір ой келді. Неғып кішкене табыс таппасқа, елдерде келіп жан-жақтың ауылдары кішкене жүріп осы таудан жүріп сырғанап, тек қана Алматының маңайында емес, осы ауылдағыларды кішкене көріп осы. Содан бастап сырғанақ тепті қыстай. Сосын кейін міне 7 қазақ үй тепті. Бұның өзі самал ішіп адам демалғаны өте жақсы нәрсе. Енді Алла нәсіп етсе осыны жүргізіп жатқан ісіміз бар. Ол неге 7 қазақ үй болды? Бір ырымдап күткендер ме? Ырымдап күткен кезде егер аспаннан қарайтын болсақ, мынау енді тағаға ұқсап келеді біріншіден. Екіншіден мынау бір ай сияқты да жан-жағында тұрған. Мынау бір жұлдыз сияқты. Жұлдыз сияқты жансын, ай сияқты жарық болсын деп өзіміздің бір ойымыз айтып арманымызға кішігірім. Таға сияқты жол. Таға сияқты жол болсын деп ырымдап, қазақтың ырымдап қалған ойымыз деген сияқты. Енді мына жерде мына кафені көрдік, мына ішін қазір тағы да көрсете жатамыз. Мына қазақ үйдің ішімен бір таныстырып кетесіздер ма? Таныстырайық. Қазір онда сол жаққа қарай жылжиық. Қазақ үйдің іші болып тұр, Мына біз мынау жататын орын, адамдар келген кезде бір қазақ үйге 4 адам демалады. Төсек орын, жылы көрпе, свет бәрі жанып тұр. Егер тоңам десеңіздер, мына жылытқыш бар мына жерде, жылытқыш қоямыз. Далада генератор. Генератормен кеш жақын қосамыз, сонымен шыр деген жылы болып тұрады. Біздің жататын орын осы енді. Елден артық емес, кем емес. Айтып жасап жатқан күйіміз бар. Қанша адамға бұл? Бір қазақ үй 4 адам жататын орын. 4 орын жататын. 4 орын бар. 4 орын жатады. Әр 7 қазақ үйімізде 7 осындай 4 төсек. Енді бір қазақ үй бар. Ол жаңағыдай келіп өздері демалам деген демалушыларға таңертең кешке шейін отырады. Сол жерде тамақтарын ішеді, демалып, жатып, ойнап кетеді. Асхана сияқты дейсіз ғой, сол жерге. Кішігірім асхана ғой. Таңертең кешке шейін демалатын. Содан кейін бізде мұнда түнгі уақытта костер дейміз ғой, костер жағып отыратын жер бар. От жағу алаңы дейді. Алтыбақан орнатып қойғанбыз. Сосын кейін таудың бөктерінде жастарға шығам десе палатка бар. Палаткада жатып демалса да болады. Иә, таудың үстінде. Сосын кейін атпен жүріп тауда демалуға болады. Серуен, ат серуені де бар. Жалпы ауа райы осындай жерге қолайлы ма жатуға, осындай қазақ үйге, палаткаға қазіргі кезде? Дәл қазір осы. Ыңғайлы. Қолайлы. Суықтау кішкене анда-санда болады. Мұнда келушілерге біздің айтатынымыз қалың киім алып келсеңіздер, аяқ киім алып, кішкене қалыңдап алып келсеңіздер. Өйткені бұл таудың бөктері болғаннан кейін таңғы жақын, кеш жақын салқын болады. Анда-санда жау болып тұрады. Енді бұл да Алланың берген табиғаты ғой. Өте жақсы да. Қаладан келіп демалушыларға өте орынды жер. Демалып, қолайлы, жатып демалса, киімдер қалың киініп, жаз уақытта да қалың киінетін уақыт мынау. Алматыдағындай, қаладағындай емес. Кішкене қалың киініп, өзі ауыстыратын киімдермен келгенде де жақсы жүреді. Ал демалушыларға мына жерде ауыз су деген сияқты, қол жуатын жер, әжетхана деген сияқты. Жалпы келгенде жаңағы қымыз бен саумал ғой негізгі, иә? Негізгі бағыт, негізгі бағыт қымыз бен
уақытыңызбен салмал? Жарық сол 5 уақыт салмал, 3 уақыт тамақтарын ішіп, осы жерде демалады. Аспазшы бар. Ми сергейді. Бастысы. Аспазшы бар. Аспазшы бар. Енді қалған арғы бағасынан алдына кірмей қойық, өйткені бұл коммерциялық өзінің жаңағы несі, құпиясы. Сол себептен Алтыбақан дедіңіздер, дұрыс. Сосын кейін айтпақшы, осы жерде келіп демалып жататын адамдар, бізде мынандай ұсыныстар бар. Осы жерде тура бір орта. Егер оң жаққа кететін болсаң, Шарын каньоны бар. Тау жаққа баратын болсаң, Қайынды көл бар. Сосын кейін төмен жақта Шарын шатқалы бар, Ақсай Шарын шатқалы. Сосын үлкен кісілерге, жастарға баратын болса, ана жақта батпақ тұзды суымыз бар. Жан жақтың бәрі тау. Демалушыларға бізде ұсыныстар көп. Экскурсия жасатуға болады. Жігіттердің өздерінің жоспары бар, ал біздің мақсатымыз уақытымызды үнемді пайдаланып, шипалы саумал уақытын өткізбеу. Ал қыздар, не ішіп отырсыздар? Саумал. Ем болсын. Саумал ішіп отырмыз. Саумал өте дәмді. Ем болсын. Ем болсын. Астарыңыз Күніне 5 рет ішеміз осындай саумалдан. Жалпы саумалдың қасиеті туралы айтсақ, адамның ағзасына өте пайдалы. Күніне 5 рет немесе 3 рет ішеді. Күш қуат береді, иммунитетті көтереді. Ішетін адам бірден бәрін түсінеді. Егер де ішіп көрмесеңіз, ішу керек. Өйткені пайдасы бар табиғи тағам, ішкен адамның дені сау болады. Тағы да айтатын болсақ, бұл жердің жылқылары 1000-нан аса шөп пен гүлдің сортын жемдікке пайдаланады. Сондықтан бұл жердің саумалының құрамы өте жоғары деп есептеймін. Саумал қасиетін бұрында Шыңғыс хан, Еділ деген сияқты жауынгерлер тағамға пайдаланған. Көптеген ғалымдар жоғарғы баға береді. Сондықтан да мүмкін неміс ғалымдары әлі күнге дейін зерттеуде. Көзімізді ашып жұмғанша қоштасатын сәтте келді. Енді демалған жерімізге баға берсек. Өз күшімен жасап жатқан іс жігіттердің еңбекқорлығымен мені кішкене таң қалдырды. Әр қазақ қолындағы бар ресурсты пайдаланса, жағдайымыз жаман емес болатын еді деген ой келді. Орналасқан жеріне жақсы деген баға береміз. Жалпы демалушыларға керек жағдай жасалынған. Қонақ күтім мәселесі өте жақсы. Демалатын орында тазалық сақталады. Тамақ ішетін жерлері бар, астары дәмді, табиғи калориясы жоғары. Алтыбақан волейбол площадкасы бар. Әжетханада санитарлық норма сақталатыны көрініп тұр. Біз жігіттерге сәттілік дейміз. Елімізге туризмді дамыту керек. Соңғы кешімізде от алаңында тілегімізді айтып, шын жүректен жақсы лебізімізді аямадық. Жігіттердің ісіне қарай жұлдыздар жанар деген ойда қалдық. Өзімізге келсек, саумал бойымызға тарап, ем болсын деген оймен қоштастық. Айтпақшы, біз Көлсай көліне саяхаттап бардық. Ол туралы көргілеріңіз келсе, келесі шығарылымда кездесейік. Сіздермен болған Тимур Отабеков, жақсылықта кездесуге Аллахым нәсіп етсін. Еліңе сыйлы арысың, биік тауларға барысың, сен бабын тапқан жүйріктер, аламандарда жарысың. Көкпарға-тым ойнатқан, салын мен елді тойлатқан, өзіңдей жігіт табылмас, жылысай менен ойнақтан. Өзіңдей жігіт табылмас, жылысай менен ойнақтан. Осымау орның төреді, мінезің асқақ көреді. Ел жұртың саған әрдайым ақ батасын береді. Көкпарда атын ойнатқан, салынген елді тойлатқан, өзіңдей жігіт табылмас, жылы
Сан таза пейілің, досым-ау, менің алғазым. Самғаймын десең мейлің, достықтың үзбей жалғасын. Көкпарда атын ойнатқан, салыммен елді тойлатқан, өзіңдей жігіт табылмас, жылсай менен ойнақтан. Өзіңдей жігіт табылмас, жылсай менен ойнақтан. Көкпарда атын ойнатқан, салыммен елді тойлатқан, өзіңдей жігіт табылмас, жылсай менен ойнақтан. Өзіңдей жігіт табылмас, жылсай менен ойнақтан.